Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Хасан аль-Басри деген әулие алымға біреу келіп тұрды. Мен бүгіннен баштап тоба қылайын деймін. Күнәні тоқтатайын деймін, арақ ішпейін деймін, темекі тартпайын деймін, насыбай чекпейін деймін, тараздан алдабайын деймін. Şu күнәні тоба қылайын десем, күнәнің ләззаты, күнәнің дамы шерінде таштай албай жатам. Қандай қылсам болады? Ұстаз маға бір насаат қылың, şu сіздің насаатыңыздан кейін күнәлерді тоқтатайын деп тұр. Хасан аль-Басри жаңағы балаға қарап тұрып, саға 5 насаат айтам. Егер 5-інің біреуін амал қылсаң, Құда қаласа күнәден құтыласың деп тұр. Эми Хасан аль-Басринің жанына келген адам бұл өзіңізді қойың. Ал жігіт кім екен? Мен де өзіңізді ойлаңда, Хасан аль-Басринің 5 айтқан сөзіні құлағыңызға құлақ сырға қылып түйіп алың. Біріншісі. Хасан аль-Басри айтты, эми мұнан кейін күнә қылам десең, күнә қыла бер. Бірақ Аллах Тааланың жаратқан жерінде жашаба деп тұр. Десе, қантып жашабайым? Осман жерді жаратқан кім? Кім? Аллах. Рызық берген кім? Аллах табарак ва тағала жаратқан жерінде жашабағында күнә қыла бер деп тұр. Бұл мүмкін емес о деп тұр. Қантып анда қаяқта жашайым десе, ұялбайсың ба Алланың жерінде жашап, Аллаға күнә қылудан деп. Жоқ, мұны атқара албаймын, екіншісін айтың, бәлкім екіншісі жеңілірек деп тұр. Екіншісі, Аллах Таала жаратқан рызықтан жебегінде күнә қыла бер деп тұр. Аллах жаратқан рызықтан жебестен күнә қыл деп тұр. Десе, қантып жебеймін? Барлық рызықты жаратқан Аллах болса, анда ұялбайсың ба? Анын рызқысын жеп, аға қаршы күнә қылудан. Аллаға иман келтірем. Ва малайкат періштелеріне, ва күтүбі китептеріне, ва русули елчілеріне барға иман келтіреді. Періштелер хақ бы? Періштелер хақ бы? Аллах бізді көріп тұрау. Бүгін бенделер, біз періштеге Аллаға ішенгенменен камера жоқ бекен деп қорқауыз. Камераға түшіп қалбайын дейсіз, турау? Біз ятқа бергенде біреу көріп албайы, бір сотқа алып қойбай екен. Алладан қорқпайсың мұнда. Ағай көріп албайы, дамыла көріп албайы, атам көріп, атаңнан, ағайдан жа, атаңдың қадір барқы, Алланың қадір барқынан жоғыры тұрауы. Камерадан қорқуың Алладан жоғыры тұрауы. Егер урматты мұсылман бір туған, сіз менен біздің оң жағыңызға, сол жағыңызға камера қойып қойғанда, оң жағыңыз сауапторды жазып, сол жағыңыз күнәлерді жазып тұрғанда, не қылады деңіз? Кешке, субханалла, альхамдулилlah, ассаламу алейкум, ақсақалдар жетелеп, кешінде келсең, машалла, барлы сауапта күнә жоқ. Неге? Камерадан қорқып отырсың. Құдайдан емес. Тура емес пе? Егер мұнан кейін күнә қылам десең, ешкім көрбеген жерге барып. Ешкім көрбеген жер жоқ. Аллах кечеyi күндіз барын көріп тұр. Аллах сенің ойыңды да біліп тұрады. Ошондықтан урматымыз айттыр, мұны атқара албайым, башқасын айт деп тұр. Төртіншісін айтыңшы, бәлкім төртінші жеңілірек десе, төртіншісі деп тұр. Эми күнә қылсаң қыла бер деп тұр. Жан алушы малакул маут, жан алушы періште келіп, жаныңды алайын дегенде, тоқта, мен біраз намаз оқып алайын, біраз тоба қылып алайын, қарызды қайтарып берейін, біреудің жерін алғаннан қайтарып берейін деп жан алушы періштені тоқтата алсаң күнә қыла берсің. Кімің тоқтатыларасың? Урматты мұсылман бір туған, бүгін марашетте отырған келіңіздер, аз намаздан кейін жетелешіп барып, мүрзені қабырстанды көргілі, мүрзеді, бұл мүрзе чалдарға, кәмпірлерге деген жазу жоқ. Не, жаш өлбей бекен? Мүрзе бұл қарылар үшін, кәмпірлер үшін, 90-дағылар үшін деген сөз жоқ. 90-да емес, 9 жашта өліп қаласың, 19 жашта өліп қаласың. Кебілі атын өшкір, арақтан өліп қалып атады. Сенің жашауыңа алған демің шықпай қалышы мүмкін. Қиын болып машинеге отырып кетесің, машинеңнен түшпей жатқандар көріп отасың, болгаркамен кесіп алып отады. Тура емес пе? Қычырап қиынып галстугыңды тағып кетесің, галстугыңды сені ғұсыл қыла тұрған, жаназаға жуа тұрғандар шешіп атады, киіміңді қырқып. Мен жашаймын, анан тоба қылам дебе. Денеңде жаның бар, Құдайдан қорқ. Кім малакул маут жан алушы періштені тоқтатылды? Ешкім тоқтата албайды. Ажал бұл барымыздың башымызға бар нәрсе. Мүрзе бұл ушундай ешік, бардығымыз кіреміз. Бірақ ошоға даярбыз ба біз? Андай бола тұрған болса, анам, Құда қаласа мен пенсияға шықсам, пенсияға кім гарантия берді, сен пенсияға шығасың деп.
Armiyaga барып келейин, анан жет улумду үйлөйүн, Кудай кааласа, анан намаз баштайм. Неберенин тоюн өткөзөйүн, акыркы шуну күнү ичип алайын. Ким айтты сен небереңди тойго өткөзүшүңө кепилдик? Ким берген? Колуңа бирөө гарантия жазып бердиби? Жок. Андай боло турган болсо, Кудайдан корк. Кеш жатканыңда күндүз турбай калышың мүмкүн. Сени уйкудан атаң энең эмес, будильник эмес, жан алуучу периште ойготушу мүмкүн. Муну аткара албайм, мунан жеңилирегин айттысы, Хасан Басри 5-чиси дептир. Кыяматта Аллах Таала сооп кылган бенделерди бейишке, күнөкөрлөрдү дозокко айдаган кезде, мен дозокко барбайм. Мен мыналар мен бейишке барам деп бейишлерге кошулуп кете ала турган болсоң, күнөө кыла бер дептир. Кыла аласыңбы? Сен мара ол периштелерди эмес, бүгүн сени колуңа наручник такканда чече албайсың. Ол периштелер ахиретте сенин колуңан эч нерсе келбейт. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, эртең жаныбарга каза бар, өлгөнүңдө, мен өлгөндө мана чирей турган денем эмне болот экен деп кайгырбай эле кой. Сенин денеңди керек болсо 3 күндөн кийин 50 жыл балышка, бир балышка баш койгон, 3 күндөн кийин аялыңам жакын келбей кой, сасып кетесиң. Бирок Кудайга шүгүр мусулмандар өзүнүн милдетин аткарып, чирей турган сасык денеңди жууп, чөнтөгү жок кепинге ороп, милдеттерин аткарат. Ого камдама болбо. Денеңден эле жаның чыкса, мусулмандар кепиниңди ямап келет, денеңди да жуат. Дагы кызыгы муну караң. Кызыгы өмүрүндө сага бир насаат кылбаган, тамеки чекпе, арак ичпе, жакшы жолго түш деп бир насаат кылбаган адам, кээде сени көрө албай жаман болуп жүргөн адам, ишин таштап, базарын таштап, сенин жаназаңа келет, сени көмгөнү келет. Тезирээк кутулайык деп да. Өмүрүндө сага бир жакшылык кылбаган, ишин, жумушун таштап, жаназаңа көмгөнү келет. Сени көмгөндө, урматтуу мусулман бир тууган, баарыбыз өлгөндө кайгыра турган адамдар 3 түрдүү болот экен. Мана айылда, кээде мачитта билген адамды, бечара паланчы өтүптүр да деп коет. Биринчи бөлүк адамдар не дейт экен? Паланчы жакшы маселе кылат эле, шуап шүкүр деген дамлы өтүптүр да деп. Сырттан тааныган адамдар шундай деп коет. Сиз да өтсөңүз, жакын досторуңуз, кошуналарыңыз, бечара жакшы адам эле башка, эгер жакшы болсоң да. Досторуң, классташтарың, бирге чай ичкен, кудасы өгүң 1-2 саат кайгырат. Бечара жаш кетти баш. Апарып көмүп койгондон кийин, келип алып сага шариятта жок союлган этиңди жеп, шорбоңду ичип, чыгып алып баягыдай күлкү, үйгө оралып телевизор пультты коюп алып, футболну көрүп, сериалны көрүп, Султан Сулайманды көрүп отура берет. Сени эстебем койбойт. Сага кайгыра турган адам үй бүлөң, бала чакаң, алар дагы бир жума кайгырат. Бар барака тапсын, 6 күн кайгырат. 6 ай кайгырат. 6 айдан кийин сени өлүктөрдүн архивине атыңды кошуп коет, болду, алар да ойлобойт. Картманыңа не болобу? Картманыңызды эч кыжалат болгон. Кампериңиз алып, балдарыңыз алып каржылай берет. Банктын картыбы өзүгө өткөзүп алат. Минген машинаңды башка минет. Сен отурган креслобу? Сенен башкасы келип уланта берет. Сенин мандатыңды башкасы алат. Сен мамлекеттин, айылдын экономикасы, базары баягыдай жүрө берет. Сен эч ким ойлобойт. Сенин акыйкы кыссаң өлгөндөн кийин башталат, мүрзөдө. Мүрзө үчүн эмне кылдың? Мүрзөгө не ибадатың барбы? Намазың барбы? Эртең Бишкекке жөнөсөңүз, аэропортто биринчи паспортуңузду сурайт. Паспортту бергенден кийин билеткана дейт. Андан кийин билетиңиздин саатын башкасы сурайт. Паспортуң жок болсо, аэропорттон немеден да өткөзбөйт. Туурабы? Эртең ахиретте биринчи Алланын барлыгы бил имандан кийин намазыңды сурайт. Намаз болсо андан кийин башка маселе сурайт. Урматтуу мусулман бир тууган, келиңиздер, биз затыбыз, атыбызда мусулман болбостон, затыбызда мусулман болуп, Аллага шүгүр кылалык. Шүгүр деген нерсе эмне менен болот? Ибадат менен, Кудайга кулчулук менен. Анан жөн эле кыйын болуп, анан мен андаймын, мындаймын. Бул саясат, бул ушак айың эч качан түгөбөйт. Урматтуу мусулман бир тууган, Кудайга шүгүр, мана мечитти салышына себеп болгон бир коноктор келип калды. Негизинде мунун чоң жардамына, курулушуна биздин коноктор берген менен мен сыймыктанам. Кудайга шүгүр, Аллах Таала берген байлыгын Аллах жолуна айылыңыздарга 1-2 мечит салган. Ушу мечиттин салышына Айбек, Нурбек деген жигиттер эртең дагы эмеде Баткенде дагы бир мечиттин ачылышына баратабыз.
ошолордун жөнөткөн тыйын тыпырына тыйын кошуп башка кылган бетте биздин 2 коногубуз бар. Аллах табарак ва таала ошо мечиттин курулушуна салым кошкон. Өзүңүздөр да айылда жөн турган жок. Ашарына келип, бирөөсү коюну бере коюп, бирөөсү башкасын берип, жараткан Аллах табарак пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде "Мен бана лиллахи масжидан бана Аллаху лаху байтан фил жанна". Ким Аллах үчүн бир мечит салса, Аллах ал адамга бейиштен бир үй берет дейт. Ошо мечиттин салымына салым кошкон инсандарга Аллах бейиштен ушундай үйлөрдү насип этсин. Жараткан Аллах таала сиздерге болсо мечитти бош калтырбастан, Алтынбектин тайтасын башкасын күтпөстөн келип 5 вакыт намаз окуду. Аллах насип этсин. Амин. Аллахумма агфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма а'инна ala zikrika ва шукрика ва хусна ибадатик ва саллаллаху та'ala ala khayr khalqi Muhammadi ва ala alihi ва асхаби ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.